Бұл есепте бізде есептеулер жүргізбей 74-тің 19% немесе 74-тің 18% үлкен бе екенін табу керек. Қайсысы артық екенін табу керек. Біздер көріп тұрғандай 74-тің 19% деген не деген сөз? Бұл біздерге берілген 74-ті 100-ге бөліп, соның 19-ын аламыз деген сөз. Ал 74-тің 18% деген 74-ті 100-ге бөліп, соның тек қана 18-ін аламыз деген сөз. Қайсысы үлкен? Әрине бізде 19 бөлігін алған үлкен. Дұрыс қой. Сондықтан 19%-ын алған 18%-ын алғаннан үлкенірек болады. Екіншісі, 49-дың 12% немесе 50-дің 30% дейді. 49-дың 12% немесе 50-дің 30%. Біз бұл жерде көріп тұрған 49 мен 50-дің арасы тек қана 1, иә? Бірақ мына жағдайда 12%-ын алған, мына жағдайда 30%-ын алған. Әрине 50-дің 30% көбірек, сондықтан біздер екіншісі көбірек деп аламыз. Үшіншісін қарайық. 64-тің 49% немесе 63-тің 48% дейді. 64-тің 49% немесе 63-тің 48%. Біздер көріп тұрық. 63-тің 49% деген 64-ті 49-ға бөліп, 64-ті 100-ге бөліп, оны 49-ға көбейттік деген сөз. Ал мына жағдайда 63-ті 100-ге бөліп, оны 48-ге көбейтті деген сөз. Әрине бізде үлкенірек санды 100-ге бөліп, оның 49-ға көбейтетін болсақ, біз көбірек аламыз. Өйткені бізде мысалға 64 дегеніміз мынау болатын болса, 64 бөліп берілген болса, осыны 100-ге бөлдік, тағы сол сияқты 100-ге бөлдік, осының сосын 49-ын алып кеттік, иә? Ал мына екінші жағдайда біздер 60, кішкене кішірек қылып салайық, 64 емес, екінші жағдайда бізде 63, мынадан кіші, иә? Соны 100-ге бөлеміз 63-ті. Сосын соның тек қана 48 бөлігін аламыз. Мына жерде біздер 49 бөлігін алып тұрсақ, мына жерден тек қана біздер 48 бөлігін аламыз. Әрине бізде біріншісі үлкенірек болады, өйткені оның бөлшектері де үлкенірек, әр кішкентай әр процент үлкенірек, және біздер одан көбірек пайыз алып тұрмыз. Сондықтан бұлай үлкен символын саламыз. 50-дің 81% немесе 38-дің 82% дейді. 50-дің 81% немесе 38-дің 82%. Мына екеуінің 2%-ның айырмашылығы тек қана 1%. 81 мен 82-ның айырмашылығы 1%. Бірақ мына жағдайда біздер 81%-ды 50-ден алып тұр. Ал мына жағдайда 82%-ды 38-ден алып тұр. Бұлардың айырмасы бізде 12-ге тең. Енді қараймыз біздегі мына 1% айырмашылық. Мына жерде 82-ның 1%, 38-дің 1% қанша болады? 3,8 болады, иә? 3,8 емес, тіпті одан да аз болады, 0,38 болады. Біздің 82-ның 38-дің 1%. Сондықтан бізде 0,38-ге ғана мынау 82% қосылғаны тек қана 0,38. Ал мына жерде 1% ол 0,10-нан 5 болады. Сондықтан әрине біріншісі үлкен деп айтамыз. Өйткені екеуінің айырмасы 12, бірақ мына жерде алатыны тек қана 0,38.